Қайырлы күн. Алла қаласа 18 мамыр, яғни жексенбі күні Ақжайық ауылдық округі әкімі лауазымын сайлау өтеді. Теректі ауданы аумақтық сайлау комиссиясы 25 және 27 сәуір күні Ақжайық ауылдық округі әкімінің лауазымына келесі кандидаттарды тіркеді. Бірінші, Қадырәлиев Болат Александрович, 1975 жылы туған, Ақжайық ауылдық округінің әкімі, Теректі ауданы Ақжайық ауылында тұрады, өзін-өзі ұсынды. Екінші, Карабалина Элеонора Канатовна, 1989 жылы туған, Ұзынкөл ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы, Теректі ауданы Ұзынкөл ауылында тұрады, өзін-өзі ұсынды. Үшінші, Каримова Құралай Тулбаевна, 1975 жылы туған, Покатиловка ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің бас маманы, Теректі ауданы Покатиловка ауылында тұрады, өзін-өзі ұсынды. Төртінші, Тоқмурзин Айбек Есетович, 1992 жылы туған, Национальный франчайзинговый центр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, Орал қаласында тұрады, өзін-өзі ұсынды. Енді кандидаттарға келетін болсақ, әркімнің мүмкіншілігі қандай? Бұл жерде Қадырәлиев Болат Александрович, қазіргі таңдағы Ақжайық ауылдық округінің әкімі, яғни бұның мүмкіншілігі көптеу. Екінші, екі азаматша түсіп отыр. Карабалина Элеонора Канатовна, Ұзынкөл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы, және Каримова Құралай Покатиловка ауылдық округі әкімінің аппаратының бас маманы. Бұл екі азаматша енді ауылдағы бас мамандық лауазымдарын тастап әкім бола қоймас деп ойлаймыз. Халықта көпшілік дауыс бере қоймас бұл екі азаматшаға. Және төртінші кандидат бұл жерде Тоқмурзин Айбек Есетович, 1992 жылы туған. Бұл кісі енді әкімге нағыз қарсылас болатын осы азамат деп ойлаймыз. Құрметті сайлаушылар, сіздер қалай ойлайсыздар? Қай кандидатқа сіздер дауыс берер едіңіздер? Жауап жазыңыздар, пікір қалдырыңыздар.